Так. Тонус жалмаңды шы. Тонус гипертонус. Тонустар. Тонус. Гипертонус. Жалпы тонус гипертонуста баланың денесі қатты болады. Тонус екі түрге бөлінеді. Гипертонус, гипотонус. Гипертонуста баланың денесі өте қатты болады. Бала возмущенный болады. Аяқ-қолы прям ағаш сияқты жатады. Мрамор болады деген. Мраморный гипоксияда. Ал гипотоничный балада бала бұл бар. Аяқ-қолы жұмсақ. Қолдарында тонусы аз. Саусақтарының бәрі алақандары сжаты емес. Мысалы, қалыпты жағдайда бала гипертонуспен туылады ғой. Гипертонуспен туылғанда алақан бәрі сжаты болады. Қолы бүйіріне жерін алған. Бала более эмбрион положениеде жатады. А гипотонуста бала более расслабленный положение. Алақаны бәрі ашылған. Денесі де өте жұмсақ болып болады. Мысалы, Расул метрің абылыңады. Денесі жұмсақтау. Так, вообще тонус бізде получается, мысалы, вообще біздің адамзаттың тонусы үш типке бөлінеді. Именно біздер қарастыратын бұл норматонус. Норматонустың ішіне гипердің, гипоның норматонустар кездеседі. Мысалы, жаңағы келген бала болсын, жалпы бізде жұмыс жасайтын балдардың бәрі ол нормально типичный гипертонус, нормально типичный гипотонус. Потому что оларда ешқандай неврологиялық ауру жоқ. Ал егер бала туғаннан даун болса, или там асқыну алған, синдром вялого ребенка диагнозы бар бала болса, это уже гипертонусқа жатады. Нағыз гипертонусқа жатады. Нағыз гипертонуста бала аурумен болады. Даунда бала басын 6-7 айға дейін ұстап болмайды. Шақ көтереді, қылтылдап қайғады. Шақ көтереді, қылтылдап құлайды. Ал гипертонусқа тоже ДЦП балдар жатады. Неврологиялық аурулар бар. Тартылып, оларды бәрі спастика, мына бәрін ашып жабу өзі қиын. Олар емінен ашылмайды. Сондықтан именно имейте в виду қандай тоnuспен жұмыс жасайсыз. Мысалы, біздің алдымызға келсе, ой, сізде гипертонус деп айта алмаймыз, потому что ол нағыз гипертонусқа жатып тұрған жоқ. Біздегі нормально тонусный гипертонус. Просто сізде тонус қатты, просто сізде тонус жұмсақ. Просто солай ғана түсіндіре аламыз. Сізде все гипертонус, сізде все гипотонус деп біз айта алмаймыз. Нағыз гипотонус даунда, нағыз гипертонус ДЦП-да. Просто массаж жасамаймыз, просто түсіндіріп айтамыз ба? Ондай балдарға да жасай береміз да? Жоқ. Оларға кез келген адам ондай просто массаж жасай келмейді олар. Олардың өздері де біледі. Бұлар в основном ЛФК-ға барады, ЛФК инструкторларға барады. Именно ДЦП-мен занимается. Но практика Войтотерапия. Войтадан 3 ай сайын ба келіп тұрады. Войтаға Чехиян. Кеше жастық оны бірақ бізге өзімізге қолданбаймыз. Чехиян адамдар. Жоқ, Чехиян адамдар келеді. Тек қана войтамен айналысады. Кәдімгідей біз тек бір несін аламыз дедік қой. Оның заңдылықтарын аламыз дедік қой. Олар прям сол немен айналысады. Войтамен айналысады. Мыналар, именно мыналар бізге келе бермейді. Мысалы, гипотонус балдарға бобот терапия жақсы көмектеседі. А бізде бобот терапияның элементтері бар. Фасидий-терапиямен қолданамыз, баланспен, защитамен жұмыс жасаймыз деген. Дұрыс позаға қоюмен жұмыс жасаймыз. Оның заңдылығы бізде болғаннан кейін ондай балдарды қорықпай алуға болады. Практикаға қолдануға болады. Алғашқы кезде қорқынышты болады, но жасай уже түсіне бастаймыз. Поэтому одан қорқудың қажеті жоқ. Просто вы имели в виду қандай тонуста вообще жалпы болады, қандай тонусқа қандай бала жатады. Хорошо? А то көп мысалы специалистер менен бір басында білген жоқпын. Ой, мен гипертонуспен жұмыс жасаймын дегенде, это было неправильно с моей стороны. Мен нағыз гипертонуспен тұрған жоқ. Мен нормальный балдармен жұмыс жасап жүрген адам. Понимаете? Так, гипертонуста бала денесі өте қатты болғандықтан. Жазылы? Гипертонустағы Кейбіреулерде болады, бұл шығады нормальный да кәдімгідей, бірақ сүйектен кәдімгідей тартып тұрады. Сүйектері қатты бола ма, как-то ше? сыңар тартылып тұрады. Сыңар бола ма?
кәдімгі бұлшықетін ұстап көресің ғой бүйтіп нормальный. Гипертонустағы бала айта Жалпы тонус үшке бөлінеді. гипертонустағы бала сөзін дальше айтпаймыз ба? Сен қайсысынан жазатсың ба? Сіз гипертонустағы бала дедіңіз, мен соны жазып Просто мынаның өздеріне как сызып алып алсаңдар, чтобы бір қараған түсінікті болсын. Мынаған не жатады? Мынаған гипертонус жатады, гипотонус жатады, а мынаған даун, например, да? Мынаған ДЦП, неврологиялық аурулары бар адамдар, балдар. Дауна. Синдром вялого ребенка жатады. Онда практикада болды ма сенде? Мысалы менде практикада болды 5 айдағы бала синдром вялого. Норма да біріншісі? Ортасы норма. Норма. Міне ағындағысы? Но гипо, мына жағы гипер. Гипер, да? Бізде именно ортасымен жұмыс жасаймыз. Ортасындағы нормаға қандай балдар? Гипертонус, нормотипичный. Гипертонус. Нағыз гипертонусқа ДЦП, неврологиялық аурулар бар. Гипоға даун, синдром вялого ребенка. Дауна. Синдром вялого ребенка. Ондай диагноз бар. Кстати, болды менде. Екіншісіне ажарлама гиперге Неврологияда тұрады. Гидроцефалия. Гидроцефалия бар. Басынан қазір 2-ге келді, қазір жүріп жүр. 1 жасқа дейін кәдімгідей еңбектемей сөйтіп жүр. Егіздер бірақ. Тоже как недоношенный сияқты. егізден екеуі де сондай ма? Біреуі кәдімгідей көзге ұрып тұрады. Екіншісі ондай емес. Біреуі де сондай сразу болады. Гиперге ДЦП, неврологиялық аурулары бар балдар. Тонусы өте қатты оларда. Енді жалпы гипертонус. Бала более поза эмбрионда, аяқ қолы бауырына жиналған, кулаки сжаты, аяқ қолдар қысылған, да, тонус прям байқалып тұрады. Бала возбужденный, бала жылауы, мазасыз болып келеді. Жазақ. Гипертонустағы бала, соны жалғастырайыншы. Гипертонустағы бала позасы в основном эмбрион позада. Поза эмбрион деген білеміз ғой. Жинақталып жатады. Аяқ қолдары тонуста болғаннан кейін бауырына жиналып жатады. Аяқ қолы бауырына жиналып жатады. Қолдары сжаты, құлақтары жабылған, ашылмайды. Құлақтары? Құлақ, алақан. Алақан. Жұдырық. Жұдырықтары жұмылған. Мен орысша айтып қойырмын, маған орысша удобно. Передать тоже удобно, воспринимать. Қазақша жұдырығы жұмылған, ашылмайды. Бала мазасыз, жылауық, возбужденный болып келеді. Алып қойып жатыр бір шетке. Енді гипертонус. Мен ана қоспадым ба не? Не айтып жатырмын ғой, соны салып жүремін. Точно сөйтіп я ладно. Ютубқа салдым. Не. Мен жүктеппін. Я, тоtal. Давай. Гипертонустағы бала өте возбужденный болғаннан кейін желательно гипертонусты жұмсақ жерге, қараңғы жерде ұстаған жақсы. Мысалы, бөлмені жарқыратып емес, светін сөндіріп, бала более қараңғы жерде болған жақсы. Жататын жері тастай емес, жұмсақтағы болған жер жақсы. Сосын оған тыныштық қою керек. Тонустағы баланы желательно жұмсақ жерге жатқызамыз. Тонустағы желательно жұмсақ жерге жатқызған жақсы. Мысалы, патронажға барып жатсақ, ол бала тастай жерде жатса, мамасына айтамыз, мамасы желательно жұмсақ жерде жатса, денесінің бәрі итак тартылып тұр, жұмсақ жерде он более расслабляется, қатты жерде он не сможет расслабиться. Сосын светті жарқыратып қоймаймыз, наоборот, қараңғы жерде болған жақсы. Светін получается потемнее. Жарықты сөндіріп деген сияқты, жарықты азайтып. Оған более тишина, покой,
расслабление, спокойствие керек, чтобы он расслабился. Громкий звук тоже. Оның алдында көп айқайламай, тыныш сөйлеп деген сияқты. Сенсорно получается, оған да тыныш керек, тыныштық керек. Ал гипотоничный балдар, олар өте жұмсақ, әлсіз болғаннан кейін, оны қаттылау жерге жатқызуға болады. И наоборот, жарық атмосфераны қолданған жақсы, чтобы көздері тітіркендіріп, мысалы, даже қараңғы кезде, мысалы, мына жарық жерде көздеріңіз жұмсаңызда, жарықты сезесіздер көздеріңізбен. Сол сияқты ана бала да соны сезіп денесі тітіркеніп жатады, чтобы ояту мақсатында ойламайды. Потому что ол өте әлсіз болады, ұйықтай береді. Ондайларды қатты жерге жатқызуға болады. Шамалы қаттылау ол жерге жатады. Так, енді массажға келгенде гипертонуста в основном сипалау, вибрация, қысу, проприоцепция, осылар көп қолданамыз. Ал гипотонус балдарда наоборот активные движения, жылдам. Гипертонус балдарда ма? Жоқ, гипотонус. Гипертонуста сипалау, гипан жазылады. гипотонуста активные движения. Активный. Тез сипалау, шымшу, пощипывание. Активный қозғалу. Массаж жасағанда да Сипағанда тез, иә, жылдам. Шымшуды қосуға болады. Шымшу деген былай да? Иә. Ал гипертонуста нежно сипалаймыз и желательно более глубоко кіргізіп сипалаймыз. Мысалы, батырыңқырап сипалаймыз, сонан бұлшыққа әсер ету үшін. Гипертонуста батырыңқырап Сипалау, қысу, вибрация. Сипалау. Вибрация. Сосын Проприоцепті массаж или заземление. Қалай ыңғайлы жазу. Осыларды жасаймыз. Так, массаж техникасы сол, просто тонусқа өзіміздің темпімізге мән береміз. Гипер болса медленно, жай, сипау, қысу, вибрация, проприоцепті. Ал гипотонус болса активный, шымшуды қосып жібереміз, более активный. Хорошо? тез жұмсартамыз ғой. Иә, потому что гипотонус былырап жатады, активно жұмыс жасаған кезде уже бірнеше күннен кейін бала кішкене аяқтарымен ойнап бастайды. Ол постоянно былай жата береді. Ештеңе зауқысы жоқ, желаниесі жоқ та. Анаған солай активно жұмыс жасаған, уже аяқтарымен ойнап бастайды, қолдарымен жыбырлатып бастайды. Уже ол прогресс. Екеуіне қарама-қарсы дейсіз ғой. Иә. Так, гипертонустағы балдарды магниевый тұзды солюға түсіргенді рекомендация берген жақсы. Гипертонустағы тұзды су денесін расслабляет. Гипертонус. Магниевый соль немесе просто қарапайым соль. Әркімде табыла бермейді магниевый соль. Қымбат та еще магниевый. Қымбат. Мен уже 5000 алдым ау деймін. Магниевая соль. Сосын Екіншісі просто кәдімгі тұз, қарапайым тұз. ана аптекадағы разный тұз бар, ана ма? Можно, как хотят. Жоқ, адам айтып сұрайды ғой, қандай тұз деген мысалы, үйдегі Мен мысалы үйдегі простой тұзды айтамын. Бізде 90 тұзы деген бар, мысалы, қара тұз. Может, сол ма, или ана тақау олар болмаса аптекадағы тұз бола ма деп сұрайды. Мен үйдегі қарапайым тамаққа қосатын тұзды айтамын. Соны просто бір уыс салып жібер, баланың өзінің ванночкасы. Неге 90 тұз деген? Потому что бірінші естіп тұрмын. Біздерде жоқ, дейді. Дедім ба? Баланың қырқынан шығарған кезде 90 тұзы деген бар, қара тұз. Жоқ, естіді, малғызы, малғызы да бар. Жоқ, ол емес. Ол жалайтын тұз ғой малдың. Иә, соны қара тұз. Иә, 90 тұзы деген бар, сондай қара тұз
қара емес ол, бірақ мал жалайтын тұз қап қара ғой. Мен оны да көрген емес. Анау деген не прозрачный тұз, ашылады оны. Алдыршы енеңе. Алып келсін. Біздер алайық. Қаншада олар? Білмеймін даже. Өзіміз пайдаланып көреді. Біздер деген оны деген өзіміз деп жақтабамыз оны байгенен. Көш. Сосын оны кішкентай ғана, анадан біздер деген мысалға 3 литр суға 4 уыс саламыз ғой. Су, баланы суға түсіретін болса. Анада кәдімгідей неге суға ертіп жібереміз да, ертіп, ана ашылады. Соны салғаннан кейін уже дәміне қарап ана не істейміз суды. Сол суға түсіп аламыз, сүзіп не істей аламыз. Ат сүзіне қарағанда 90 тұзы деген бүкіл ауру манағы не бар ғой, ертең. Бізге керек. Ертең неде балаға үстіне шығатын жаралар, соның бәріне шығармайды. Можно оны осы тұзды қосуға. Даже сен патрона жағарғанда да қырқына Оны деген байген бәрі біледі, бірақ просто көбісі таба алмайды, оны іздеп тауып алу керек. Біздер уже босанар алдында уже іздейміз. Тұра тұрын жатсаңдар. Уақыт кетіп барады. Іздейміз. Кетемін деп шығасыңдар. Бірінші ана шығады. Жаман ғой. Оны жаман деген ба? енді бір іштің біттің кесіге таңдар кешкен. Ең бірінші кететін сен ғой дейсің ойындашы. Осы жерде қойсам бола ма? Болады. Пожалуйста. Все условия бар. Деп ұйықтап тұрып, көрсеш ана деп есі қағып тұрады. Біз кетіп тұрып деп. Так, қай жерге келдік? Тонусты. Магний, сосын кәдімгі солға түсіру керек. Үй мамасына да түсіндіріп айтамыз. Любой вообще бірінші күн балаға барған кезде алғашқы 3-4 күн баланың денесі кішкене ауырсынып мазасызданады. Мамасына просто ескертеміз. Егер бала мазасызданып, жылай беретін болса, просто любой тұзға бір түсіріп алсын. Ал егер бала мазасызданбай, нормальный реакция беріп жатса, онда тұзға түсірудің қажеті жоқ. Это уже по желанию мамы. Ол денені Тұзды су баланың денесін расслабляет, успокаивает. Мысалы біздер өзіміз приседание жасасақ аяғымыз ауыра ма? Дәл сол сияқты балаға біз просто массаж жасамаймыз ғой, біз ЛФК-ны қосып жасаймыз. Сондықтан оған да кішкене нагрузка болады. Ол жаңа туылған бала. Сондықтан просто ескертеміз. Мазасызданса тұзға түсірсін, мазасызданбаса түсірудің қажеті жоқ. Бірақ тонустағы балдарға прям рекомендация береміз. Сіздердің тонустарыңыз өте қатты, сіздер давайте хотя бы жетісін 2 рет жоқ дегенде суға түсіріңіздер. Мүмкіндік бар ма? 3 рет түсіріңіздер. Жоқ болып жатса хотя бы 2 рет. Так, жалпы тонус гипертонусы соны біліп алсаңыздар болды. Так, енді дренажды түсіндік. Пупочный грыжаны не істеу керек. Пупочный грыжаның гайдын жіберем. Бұл жерде массажның техникасы прям қағазға түсіріп көрсетілген. Тейп жабыстырылып бірінші үлгісі көрсетілген. И екінші үлгісін сіздерге былай көрсетемін. Видео жоқ па? Видео не оны жоқ, видеосын енді түсіріп жатырмын. Қазір сабақты енді мен қазір получается енді видео сабақ түсіріп жатырмын. Сіз бізге сабақ беріп болғаннан кейін видео түсіретін сияқтысыз да? Иә. Бір жаққа барып сұхбат беріп. Иә. Күшті маған идея келіп жатыр, соны істеп жатырмын қазір. Бұйырса алдағы уақытта сендерге беремін ғой оны. Иә. Обязательно. Так, енді дисплазияны жазып алыңдар. Қисық. Аяқтың тонусы. Ой, аяқтың тонусы деп масқа. Красиво. Ұршық присаю. Сен кәсіпкер 90 істеп кеткен жоқсың. Бар ма екен? Іздеп отыр. Жоқ. Ол ондай емес деп құрсын. Ол деген неде сатылатын тұз емес ол. Санбайдың тұзы дейсіз.